Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақ координалдан мен каналыма тіркеліп алыңыздар. Мен каналымда бастауыш сынып сабақтары жүргізіледі. Хабарлы сөйлем. Бүгінгі сабағымыз 45-ші сабақ. Хабарлы сөйлем. Сөйлем түрлерін анықтауды үйренемін. Хабарлы сөйлем дегеніміз не? Соларды үйренетін боламыз. 33-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Біздің сынып хайуанаттар бағына баруды ұйғарды. Сол үшін сенбі күні сағат 10-да мектептің алдына жиналдық. Осы кезде мұғалім өзінің ұялы телефонына хабарлама келгенін айтып, оны бізге оқып берді. Қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайуанаттар бағы жұмыс істемейді. Әкімшілік, біз жоспарымызды кейінге қалдырдық. Қалалық сенбілік болуына байланысты хайуанаттар бағы, яғни зоопарк істемейтінін айтты, хабарлап. Бұл хабарлы сөйлем болып табылады. Хабарландыру берді. Мәтіннен хабарламаны тауып көшіріп жаз дейді. Осы қалалық сенбілік болуына байланысты деген хабарландыруды жазып аласыздар көшіріп. Және хабарламаның мәтіннен өзгешелігін тауып көр дейді. Хабарламаның мәтіннен өзгешелігі бұл анық, нақты заттың хабарын айтып тұр, белгісін бір бағыттағы нақты хабарын айтып тұр. Мәтінге қарағанда хабарламаның көлемі қысқа және шағын болады екен. Хабарламада нақты бір ақпарат туралы ғана айтылады екен. Ал мәтінде әртүрлі болуы мүмкін. Біреу сипаттайды, біреуінде әңгімелеп береді, сол сияқты. Мәтін мен хабарлы сөйлемнің айырмашылығы бар екен. Келесі жаттығуымыз 34-ші жаттығу. Хабарламаларды оқы. Оларда не туралы хабарланған? Біріншісі, Шолпан, туған күніңмен құттықтаймын. Әсел. Құттықтау жайлы, Шолпан, туған күнің құттықтаймын. Әсел дейді. Әсел Шолпанды құттықтап жатыр туған күнімен. Соңына Әсел де өзінің атын жазып қойған. Мен деп Әсел екенін хабарлап, Бұл да хабарлы сөйлем болып табылады екен. Екіншісі, ертең сағат 12-де әуежайдан күтіп ал. Ертең әуежайдан күту жайлы хабарлама жіберген, досы, мысалы бір досы шетелден ұшып келатса, ертең сағат 12-де әуежайдан күтіп ал. Яғни 12-де әуежайда бол дейді, 12-де түсетінін хабарлап тұр, досына. Үшіншісі, 20-ші қаңтарда күтіп ал. 2 пойыз, 8-ші вагон, Жанат дейді. Жанат деген досы, мысалы, Айдана деген құрбысын айтып жатыр, 20-ші қаңтарда күтіп ал мені, хабарлау айтып жатыр 20-сына, яғни пойызы келетін болады, сол досы тұратын жерге, қалаға ма немесе ауданға. 2-ші пойыз және 8-ші вагонда екенін, өзінің қай вагонда екенін хабарлап тұр, бұл да хабарлы сөйлем болып табылады екен. Хабарламадағы сөз санына назар аудар дейді. Хабарламадағы сөз санына назар аудар дейді. Яғни санмен анықтап, бір хабарды ақпаратты нақты санмен анықтап тұр, сондықтан санмен сөз жазылады екен. Келесі жаттығуымыз 35-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Онда неше сөйлем бар дейді. Оны қалай анықтадың дейді. Біздің мектебіміз орталықта. Мектептің сынып бөлмелері кең, жарық, терезелері үлкен. Менің сыныбым 2-ші қабатта. Біздің сыныптың оқушылары әдепті. Бұл жерде әр нүктеде бір сөйлем болады. Мысалы, оқығанда байқалады, мысалы, біздің мектебіміз орталықта. Бұл жерге нүкте қоямыз, ал мына жерде үлкен әріппен басылады. Мектептің сынып бөлмелері кең, жарық, терезелері үлкен, нүкте болады. 2-ші сөйлем болды. Менің сыныбым 2-ші қабатта. Бұл жерде де нүкте және үлкен әріппен біздің сыныптың оқушылары әдепті. Нүкте. Әрбір хабарлы сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Санайық, неше нүкте болған? 1, 2,
3-4 нүкте ғой. Сондықтан бұл жерде 4 сөйлем бар екен, иә балалар? 4 хабарлы сөйлем бар екен. Осылай ажыратасыздар, иә? Енді мәтін сөйлемнің қайтыры берілген айт дейді. Мәтінде сөйлемнің хабарлы сөйлем берілген. Хабарлы сөйлемде бар және оны сипаттаған сипаттау мәтінде бар бұл жерде. Сондықтан әртүрлі мәтін түрлері бар екен. Әр сөйлемнен кейін тиісті тыныс белгісін қойып мәтінді көшіріп жаз дейді. Мәтінді түгел көшіріп аласыздар. Мәтінге ат қой дейді. Мен мәтін атын біздің сынып деп қоятын едім. Біздің сынып. Мәтінге ат қойылған. Ал мәтінде хабарлы сөйлем берілген екен, 4 сөйлем берілген екен. Келесі 36-шы жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Берілген сөйлемнің хабарлы сөйлем екенін дәлелде дейді. Біз көлге жақындадық. Берілген сөйлемнің хабарлы сөйлем екенін дәлелдейміз. Хабарлы сөйлем, бірақ оны дәлелдейміз. Нақты дәлелдеп беруіміз керек. Неге хабарлы сөйлем екен? Тәжірибе жаса дейді. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр дейді. Біз көлге бардық. Немесе біз көлге жақындадық. Әр сөзді айтқан кезде дауыс күшінің жоғарылап, бәсеңдейтін анықта дейді. Қай жерде жоғарылап, қай жерде бәсеңдейді. Дауыс күші қай сөзді айтқанда бәсеңдейді. Біз көлге жақындадық. Бұл жерде бәсеңдейді. Көлге жақындадық деген сөзде дауыс бәсеңдеп тұр. Біз көлге жақындадық. Біз көлге жақындадық. Дауыс күші жоғарылап, бәсеңдейтін анықта. Жоғарылап, көлге деген кезде жоғарылап тұр. Ал жақындадық деген кезде бәсеңдейді. Зерттеу барысында хабарлы сөйлемнің соңында дауыс күшінің бәсеңдейтінін көзің жеткіздің, Яғни, хабарлы сөйлемнің ең соңғы сөзі бәсеңдейді екен. Содан біз хабарлы сөйлем екенін дәлелдейді екенбіз, балалар. Біз көлге жақындадық. Жай ғана бәсеңдейді. Сондықтан біз бұны хабарлы сөйлем деп атайды екенбіз. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды, балалар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.